Ғылыми тәжірибелерді қалай жүргізген дұрыс? Дронды басқарудың тәсілі қандай? Роботты құрастыру үшін не керек? Алматылық балалар демалыс лагерінде осындай тың бағытты меңгеруге тырысты. Оқушылар сарайының өрнек лагері биыл 1000-ға жуық баланы қабылдаған. Айта кетейік, мекеме мұқтаж отбасынан шыққан балалар мен жасөспірімдерге басымдық береді. Осы аптада лагерь жазғы маусымда аяқтайды. Балалардың қызығушылығы әртүрлі. Бірі информатика сабағына қатысқанды жақсы көреді. Енді біріне сағаттап химиядан тәжірибе жасаған ұнайды. Тағы бірі робот құрастырудан жалықпайды. Яғни мұнда әркім өзі жақсы көретін үйірмеге қатысып, қарым-қабілетін дамыта алады. Оқушылар сарайының химиялық техникалық бөлімінің меңгерушісі Валерий Никифоровтың айтуынша, басты мақсат дарынды балаға жағдай жасап, талантын ашу. Одна из наших основных задач, конечно, это... Біз баланың неге бейім екенін анықтап, кәсіптік бағдар беруге тырысамыз. Мәселен, бала домбыра үйренем деп келуі мүмкін. Содан кейін футбол ойнап көреді. IT, химия мен физика бағытында да өзін сынап көреді. Бұдан басқа да үйірмелер бар. Қайсына икемді, соған қарай жол сілтейміз. Жаз кезінде лагерде барлығы 8 ауысым өтті. Ал осы апта соңғысы. Балалар жас шамасына қарай топқа бөлінген. Әр ауысымда 100-ден аса бала демалды. Олармен 7 тәлімгер жұмыс істеді. Әр баланың көңілін табу оңай емес. Бас кезінде жатырқағанымен үйлеріне қайтар кезде бізбен қимай қоштасады дейді бас тәлімгер Гүлжан Рахманбекова. Балаларға біздің лагеріміз өте ұнайды. Олар үйлеріне қайтқысы келмейді. Бұл жерде біз балаларды шығармашылық өнерге шыңдаймыз. Лагердегі әр ауысым ғылыми жаңалықтармен, көркем шығармашылық, спорттық жарыстармен, сонымен қатар конкурстар, мастер-класстарға, қызықты саяхаттарға толы болуда. Руслан Ильян бұл лагерге алғаш рет келді. Аз уақыттың ішінде өзгеге қамқор болуды үйрендім. Ең бастысы жаңа достар таптым дейді. Қазір құрбы-құрдастарымен бірге соңғы жарыстарға дайындалып жатыр. Я научился в первую очередь танцевать. Мен билеп үйрендім. Бұрын тіптен билеген емеспін. Оған қоса көшбасшылық қабілетім бар екенін байқадым. Топпен жұмыс істеп үйрендім. Демалысым мұндай болады деп ойламаған едім. Жақсы тынығып қайтып барам. Лагерь қызметкерлері балалар арасындағы қарым-қатынасқа да көп көңіл бөлді. Олар үшін қоғамдық ұйым өкілдері арнайы тренингтер өткізіп, негізгі этникалық ережелерді түсіндіріп отырды. Бұл қоғамдағы сыйластықты, адамгершілікті қалыптастырады. Қарлығаш Қайпекова, Сұлтан Бейсекенов, 24 KZ, Алматыдан.